екенін жақсы көреміз жылдан. Енді мына темір жол деген мекемемен үлкен былай айтқанда не үшін қалай разбирательство болды. Оны жерде қазір онымен соттасатын болса, ол мекеме расторжениеға келіспей отыр договорда. Онымен соттасатын болса, бір жылға кетеді соттасу. Бір жыл тұрып қалады мына. Енді соңғы ескерту берді облыс басшылығы. Оған жұмысты ұйымдастырамыз, жасаймыз деп уәдесін алдық. Кешеде 5-ші күні мен демалыс емес, оқуда болғанмен барлығын сұрап біліп отырмын. 1 маусымға дейін уәде 4 километр бітіреміз деп. Мына келгенде де мана соқтым. Біз демалыс күні демалдық, действительно, суббота жұмыс жасадық дейді. Бүгін міне қазір ұйымдастырып шығып жатырмыз дейміз. Қазір мен өз мамандарымды жіберемін, оған фотоотчет немен сағат 10 болып қазір жұмсап жіберемін ЖКХ мамандарын. Егер сіздер нелеріңіз болса, сол жерде фото не жіберіп тұрыңыздар, мен ол кісінің не істеп тұрамын. 1 июньге дейін егер уәдесін орындамаса, онда бірінші ескерту кетеді. Одан кейін сотқа беру процестерін қолға алатын боламыз. Біз өзіміз сол енді ол жерде қағаз бойынша тапсырыс беруші облыстық басқарма ғой. Облыстық басқармаға тиісті назарына жеткізіп отырмыз. Міне 1 маусымға дейін уәде берілді, өкілдердің келді. Міне 4 километрді орындаған деп. Тесік не жамауларын қазір мен сөйлесем тағы. Осы сіздермен сөйлесіп болғаннан кейін маған сөйлескенде міне техникалар енді шығады, тесік жамауға шығамыз деп. Уәдесін айтып отыр. Мен де сіздер сияқты осы аудан әкімі ретінде мен бірінші кезекте сол бітіруге мүдделімін сол жерде. Барлық күш жігерімді салып отырамыз, қолымнан келетіні бар, келмейтіні бар, барлығын. Облыс әкіміне де жеткіздім. Жақсы ма? Ал бағанағыдай жиналу, заңға қайшы әрекет жасауда тағы да сіздерді ескертемін. Ондайдан сақ болу керек. Жақсы ма? Жиналғанда біздер митинг емес, осылай келіп, келіңіз, есік ашық. претензия қоюы біздің неміз.